Бизнес және туризм кафедрасының аға оқытушысы бүгін өзінің дәріс сабағын өткізеді. Мен Башпанов Өмірбай Рысқұлов. Экономика негіздері және кәсіпкерлік дағдылар. Қарастыратын сұрағымыз: бірінші сұрақ кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, екінші кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі. Кәсіпорын қызметін жоспарлау келесі мүмкіндіктер береді: қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін жұмсалатын күштердің нақты бақылауын жүзеге асыруға, басшыларды өз мақсаттары мен оған қол жеткізу жолдарын нақты анықтауға, ары қарай бақылау үшін қажетті фирма қызметінің көрсеткіштерін анықтауға, кәсіпорынды нарықтық конъюнктураның күтпеген өзгерістерін дайындауға және фирманың барлық менеджерлерінің міндеттері мен жауапкершілігін нақты анықтауға мүмкіндік береді. Келесі кәсіпорын қызмет жоспарлаудың екі түрі бар: нарықтық экономикада нарық жүйесіне кәсіпорын қызметін жоспарлау, екінші фирманың жұмысын жоспарлау. Жоспарлау дегеніміз бұл кәсіпорынның экономикалық жүйесінің болашақ жағдайын анықтайтын жоспарларды жасап шығару және тәжірибелі түрде жүзеге асыруды қарастыратын кешенді қызмет. Кәсіпорын тұрғысынан алатын болсақ, микроэкономикалық деңгейде жоспарлау бұл микроэкономика субъектілерінің саналы, жүйелі шешімдеріне негізделген іс-әрекеттерді жүзеге асыру тәсілі. Баға мен нарықты ауыстыратын механизм. Енді келесі жоспарлаудың негізгі қағидалары: үздіксіз жоспарлау, сонымен бірге үйлестіруші және интеграция. Үздіксіз мақсаттар мен шаруашылық жүргізу жағдайларды өзгертіп отырып, жоспарларды үнемі жетілдіріп, түзету, енгізуді қажет ететін жоспарлау. Үйлестірушілік мен интеграциялық. Үйлестірушілік бір деңгейдегі барлық ұйымдастырушылық бірліктердің өзара іс-әрекеттерін қамтиды. Екінші, интеграция әртүрлі деңгейдегі бірліктер арасында іс-әрекеттерді сәйкестендіру үшін қажет болып табылады. Енді кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі бұл мәселені шешу үшін осы мәселеге қатысты заң болуы керек. Бірінші мақсат: монополия болмау керек. Біздің елде осы мәселені реттеу үшін 2006 жылы кәсіпкерлік туралы заң қабылданды. Ал екінші заң еңбек кодексінің түзетулері мен толықтырулар арқылы қабылданды. Сонымен қатар кәсіпкерлік әлеуметтік жауапкершілікте болуы қажет еді. Бірінші мәселе: кәсіпкер тек өз ісінің ғана пайдасын ойламау керек. Өзінің қол астындағы жұмысшының әлеуметтік жағдайына көңіл бөлу керек. Қазіргі қоғамда әлеуметтік салада кәсіпкерге үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Әлеуметтік жауапкершілікті кәсіпкерлікте үш мағынасы бар: ол кедейшілікті болдырмау, экологияны таза ұстау, тұтынушыларға қажетті тауарлар мен қызметтерді ұсыну. Кадрлық кәсіпорынның, мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың квалификациялық қызметкерлердің негізгі құрамы. Кадрлар бұл кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін ары қарай дамыту үшін кадрлардың басты мақсат таңдау басты мақсат болып табылады. Кадрларға тек еңбекке қабілеті мен арнайы кәсіптің дайындығы бар жұмысшылар қажет етеді. Кадрлар ұғымына кәсіпорындардың, мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың білікті қызметкерлерінің негізгі штаттық кестесіне кіреді. Басқару кадрлары басқарудың 5 бағытты саясат жасауда талап ететін басқару қызметін күрделі бағыты: қамту, оқыту, еңбекақы, өндіріс қатынастары, денсаулықты қорғау және әл-ауқат. Кадр саясаты нәтижелі жұмыс үшін жалдауға, жұмыс жағдайын жасауға, жұмысшылар мен басшылықтың қатынасын жақсартуға бағытталған. Кәсіпорын менеджерлері үшін олар қабылдайтын шешімдердің, сондай-ақ материалды, еңбек, қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін және алынған соңғы қаржылық нәтижелерді бағалау үшін өте маңызды болып табылады. Басқару кадрлары денсаулық сақтау, әлеуметтік мәселелер, сондай-ақ басқа да мәселелер кіреді. Бұның ішінде персоналды басқару өте ерекше орын алады. Персоналды басқару деген іс-әрекетінің функционалды ортасы, оның мәселесі, кәсіпорынды керек уақытта, қажетті мөлшерде
және талап етілетін салада кадрларын қамтамасыз ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру, ұйымды персоналды басқару бойынша негізгі құрылымдық бөлімнің кадрлар бөлімі болып табылады. Ол кадрлар жұмысқа қабылдау, босату, оқыту, біліктілік көтеру, қайтадан даярлау функцияларын атқарады. Соңғы екі функцияны орындау үшін көп жағдайда кадрлар даярлау бөлімі мен оқыту құралдары арқылы жүзеге асырылады. Басқару кадрлардың негізгі талаптарына өзгеруіне байланысты кадр мәселесінің функциялары құрылымында өзгеріс табады. Сонымен бірге жаңа қызметтерді, мәселелерді, ұйымдағы еңбек ресурстарын басқару жөніндегі іс-әрекеттерді үйлестіру кадрлық саясатын орындау болып табылады. Басқару кадрларының элементтеріне мыналар жатады: жұмыспен қамту нәтижелі қызметтермен қамтамасыз ету, оқыту қызметкерлерінің өздерінің қазіргі міндеттерін орындауды жақсарту үшін тиісті оқыту қуатымен қамтамасыз ету, еңбек төлем қабілеттерін тәжірибесі мен жауапкершілікпен анықталатын құрылымға сәйкес жоғары еңбекақы төлеу, әлеуметтік демалыс жағдайлары қызметкерлер үшін мүдделі және өзара тиімді кәсіпорын қаржылық қызметін жалпы көрсеткіштері, тиімділік көрсеткіштерінің түрлері, активтердің тиімділігі кәсіпорынның негізгі қызметінің нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін кешенді көрсеткіш. Кәсіпорын активтердің бір теңгесіне шыққанда қайтарымды көрсетеді. Активтердің тиімділігі ол былай есептелінеді: оперативтік пайданы активтердің орташа сомасына көбейту арқылы біз табамыз. Түрлі факторлар бағалау үшін келесі мынандай шарттар орындалуы тиіс. Активтердің тиімділігі, сатылым тиімділігі ол активтердің айналымын көбейту арқылы анықталады. Осы ара қатынасты зерттей отырып, әрбір элементтің нәтижеге әсер ету дәрежесін анықтай аламыз. Бұл коэффициенті басшының кәсіпорынды басқарудағы негізгі жұмыс құралдарының бірі болуы тиіс. Кәсіпорын қызметі пайдалылығының аса маңызды көрсеткіштерінің бірі ретінде ол кәсіпорын жұмысының барлық жағын сипаттайтын бүкіл элементтердің жиынтығы болып табылады. Өзара байланыстар талдау жасай отырып, теріс ықпал ететін неғұрлым келеңсіз элементтер бөліп шығаруға, сол арқылы оларға баса назар аударуға болады. Енді келесіне тиімділік, жұмсалған шығынның тиімділігі. Жұмсалған шығынның тиімділігін ол теңгерімдік және таза пайданың өткізілген немесе өндірілген өнімге жұмсалған шығынның сомасы арқылы қатынасы арқылы табылады. Кәсіпорынның өнімді өндіруге, өткізуге жұмсалған әрбір теңгеден қанша пайда алғанын көрсетеді. Жалпы кәсіпорын бойынша оның жекелеген бөлімшелер және өнім түрлері бойынша есептелуі мүмкін. Оның жекелеген бөлімшелер және өнім түрлері бойынша есептеледі. Жалпы кәсіпорын бойынша есептелген өндірістік қызмет тиімділігінің деңгейі шығынның өзін өтеу бірінші қатардағы негізгі үш факторға байланысты. Бұл өткізілген өнімнің құрылымын өзгертуге, оның өзіндік құнына және өткізілген өнімнің орташа бағасына пайда болып келеді. Келесі мәселе ол сатылым тиімділігі. Сатылым тиімділігі өнімді өткізуден, жұмыстарды орындауды және қызметтерді көрсетуден алынған пайданың немесе таза пайданың алынған ақшалай түсімге қатынасы. Кәсіпкерлік қызметті тиімділігін сатылымның бір теңгесінен кәсіпорынның қанша пайда түсуіне қарай анықталады. Бұл көрсеткіш нарықтық экономикада кең қолданылады. Жалпы кәсіпорын бойынша жекелеген өнім түрлері бойынша есептелінеді. Сатылған өнім әрбір теңгесінің кәсіпорынның қанша операциялық пайда сома алатынына, яғни өнімнің өзінің құнын өтелгеннен кейін кәсіпорында қанша пайда қалатынын көрсетеді. Сатылым тиімділігі компания қызметінің аса маңызды қырын негізгі өнімнің өтімділігін сипаттайды. Сондай-ақ тиімділіктің сатымдылығы үлкен үлесін көрсетеді. Келесі көрсеткіш капиталының тиімділігі. Капиталының тиімділігі ол немесе табыстылық, теңгерімдік таза пайданың бүкіл инвестицияланған капиталдың немесе оның жекелеген бөліктерінің
меншікті, акционерлік қарыз, негізгі айналым, өндірістік капиталдың тағы басқаша орташа жылдық құнына қатынасы анықталады. Пайдалану тиімділігі келесі жалпыланған критерийлері: үнемділігі, зақымдалмағандығы, өнімділігі бойынша бағалауға болатын жүйенің құрылымдық тиімділігі. Техникалық эксплуатация тиімділігі. Техникалық эксплуатация тиімділігі ол қозғалмалы, жылжымалы құрамды сақтау бойынша шаралар тиімділігі болады. Ең соңғы ол экономикалық тиімділік. Экономикалық тиімділік жұмсалған еңбек пен шаруашылық істің нәтижесі арасында қатынаспен байланысатын өндірістің нәтижелілігі. Жаңа техникалардың экономикалық тиімділігі ол тиімділік халық шаруашылық нәтижелерін сипаттай және құрал жабдықтарды, құрылғыларды қолдану абсолютті және салыстырмалы экономикалық тиімділігін анықтайды. Енді бүгін осымен өзімнің дәрісімді анықтаймын. Келесі бағалау сұрақтары, сонымен бірге пайдаланған әдебиеттер тізімі. Тыңдап көңіл бөлгендеріңіз үшін өзімнің сіздерге алғысымды білдіремін. Сонымен осы өзімнің дәріс сабағымды анықтаймын.